Сәлем YouTube көрермендерім. Сіздермен бірге қазір картопты қалай дәмдетіп пісіруге болатынын көрсеткім келіп отыр. Міне 1 килоның үстінде картопты алдым. Мен өзім шамамен алдым. Енді үлкен семьясы бар кісілер кішкене молдау болатын шығар картопты. Міне картопымызды жақсы етіп ашып, таза суымызды құйып, кейбір картоптар үлкен, біреулері кішкентай. Сол 4-5 бөлікке бөлеміз. Өте жұқа етпейміз. Міне жақсылап жуып алдық. Енді газымызды жағып, қазанға суымызды құйып, 10-15 минуттай тұзды суға пісіріп аламыз. Жартылай шала пісіреміз. Міне қайнап жатыр. Бір 10-15 минут уақыт өтті. Енді шолпының көмегімен жартылай піскен картопымызды сүзіп аламыз. Міне табамызға кішкене май құйдық. Жаңағы пісіріп алған картопымызды осы майдың бетіне, қызып тұрған майдың үстіне бір-бірлеп саламыз. Міне қыздар, асты екі жағында қуырамыз. Міне асты қуырылып пісті. Аударамыз екінші бетін. Үстіне бір жарты биязды салып, құрттай буға еріген май құямыз, дәмді болу үшін картопымыз. Міне кішкене бияз салып, бетін жауып, құрттай бұқтырып қойдық. Енді биязымызды тураймыз, көксабағымызды тураймыз. Көксабақты да қыздар неше түрлі әдіспен әдемілеп турауға болады. Міне картошкамызды ыдысымызға салып, биязымызды, тураған биязымызды үстіне әдемілеп қоямыз, шеттеріне салып. Міне керемет қыздар, жұмсақ, әрі дәмді, тәтті. Осы менің рецептіме қарап пісіріп көріңіздер. Қыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, ой пікірлеріңізбен бөлісуге болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.